Менің арнама жазыла отырыңыздар. Міне мен осындай бір жеңіл салаттың рецептін сіздермен бөліскім келіп отыр. Ол үшін бізге керек болады кез келген сыр. Өзіңізге ұнайтын сырды ала беріңіз. Бәрінде жұқалап, жіңішкелеп қана тураймыз, және сондай-ақ бір қиярды және суға піскен жұмыртқаны бәрінде сопақшалап, жіңішкелеп турадым. Және де петрушка, аскөкпі, петрушканы уақыттап турап салып, және консервіленген кукуруздың 4-5 қасық салдым. Және майонез қостым үстіне, дәміне қарай тұз салдым. Сіздер өздеріңізге ұнайтын кез келген майонезді қолдана аласыздар. Және бәрін жақсылап мен әбден араластырдым. Тез оп-оңай жеңіл осындай салат шықты. Рахмет сіздерге.